Ал құрметті бағатты ұстаздар, құрметті қатындас бауырлар, ат басын бұрып, елге қадам басып келіп қалған жайында сіздерге соғып кетпеу мүмкін болмады. Неге десеңіздер, өздеріңізге деген ыстық, риясыз махаббатым бар, ыстық, риясыз сағынышым бар. Сол себептен сіздердің нұрлы жүздеріңізбен тағы бір мәрте дидарласып қалайын деп, араға жылдар салып болсын өйстіп, мейлінше көбірек келіп тұруға тырысып бақып тұрамын. Бірнеше жылдан бері Ақтөбеге келуге сәт түспей жүрді, бірақ дей тұрғанмен бүгінгі күні Ақтөбедемін, өздеріңіздің орталарыңыздамын, және осы күн үшін Аллаға шексіз ризамын. Апайларымыз түк өзгермеген. Осында ой көрсетіп отырған ағаларымызға, аналарымызға, әкелерімізге, және қардас бауырларымызға рахмет айтайын. Түбел өткен бір ел жетпей тұр, бір ерекше сезімде тұрмын, сөзі шыны керек. Осы Роза апайымыздың, Қара апайымыздың, енді мен қас жетекшілерімді айтып жатырмын. Басқа ұстаздарымыздың бәрін осы тілге тиек етіп келеді. Өне бойымызға осындай қасиеттерді жасаймыздан сіңіре білген ұстаздарымызға рахмет.